Саламатсыздар ма, оқырман қауым? Микробиология кафедрасына қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы анаэробтардың таза дақылын бөліп алудың бірінші, екінші күні микроорганизмдердің тығыз және сұйық қоректік ортада өсу ерекшеліктерін зерттеу. Таза дақыл дегеніміз не ол? Қоректік ортада өсетін, бір түрге жататын немесе бір түрдің бактерияларының популяциясын таза дақыл деп атаймыз. Штамм, морфологиялық және биологиялық қасиеттері бірдей микроорганизмдердің таза дақылы. Бактериялардың бір түріне жататын әр түрлі штамдар өздерінің бактериялық қасиеттері, антибиотиктерге сезімталдығы, өзгергіштігі, уытты заттарды бөлуі, ферменттерді түзуі жағынан бір-бірінен айырмашылығы болуы мүмкін. Штамдарды антибиотиктер, витаминдер, ферменттер, тағы басқа да биологиялық активті заттарды өндіру мақсатында қолданамыз. Колония дегеніміз бактериялардың тығыз қоректік ортада шоғырланып өсуін айтамыз. Әртүрлі бактериялардың колонияларының морфологиясы, түсі, басқа да белгілері бойынша бір-бірімен ерекшеленеді. Бактериялардың таза дақылы, диагностикалық зерттеу жүргізу, идентификациялау, микроорганизмдердің морфологиялық, дақылдық, биохимиялық және басқа да белгілерін анықтайды. Морфологиялық және теңтариалдық белгілері бактериялардың әртүрлі әдістермен боялған жағындыдағы және нативті жағындыларды микроскопиялық зерттеу арқылы зерттеледі. Дақылдық қасиеті ол қоректік қажеттіліктермен, жағдайлармен және тығыз және сұйық орталарда бактериялардың өсу түрімен сипатталады. Олар колониялардың морфологиясы және таза дақылдың өсу ерекшелігінен сәйкестігін білдіреді. Биохимиялық көрсеткіштері бактериялар белгілі бір тұқымдастыққа, түріне және конститутивті және индуцивті ферменттер жағымен анықталады. Бактериялық тәжірибеде дифференциалды диагностикалық орталарды қолдану арқылы бактериялардың сахаролитикалық, яғни көмірсуларды ыдырату және протеолитикалық ақуыздарды ыдырату қасиеттері таксономдық мәнге ие. Бактерияларды идентификациялау кезеңдері. Бактерияларды дақылдандыру үшін бір қатар шараларды сақтау қажет. Жарықтандыруға байланысты пигмент түзуі. Аэробтарды микроорганизмдердің таза дақылын бөліп алу әдістері. Аэробтар олар молекулалық бос оттегі бар ортада тіршілік етіп, дами алатын микроорганизмдер. Оларды тығыз қоректік ортаға сепкенде бірінші штрих әдісі бойынша себуге болады. Ілмекпен тығыз ортаның бетіне жайлап басып, штрих тәрізді себінді жасауға. Кох әдісі микроорганизмдердің жасушаларды механикалық өсіру негізінде қоректік ортаны қолдана отырып, оларды Кох әдісімен себуге болады. Дригальский әдісінде біз арнайы шпательді қолдану арқылы 1, 2, 3, 4 табақшаға бөлу арқылы, себу арқылы таза дақыл бөліп алуымызға болады. Өсіру кешіктіру әдістері микроорганизмді қоректік ортада өсіруге негізделген, құрамында кейбір микроорганизмдің өсуіне кедергі жасайтын және басқа микроорганизміне қолайлы жағдай жасайтын жағдайларды айтамыз. Укол әдісімен себу. Укол әдісімен сепкенде негізі пробирканың бағаналы бөлігіне ілмекпен тесу арқылы себуге болады. Себінді жасау әдістері мен техникасы. Себінді жасау үшін бактериологиялық ілмектер, шпательдер қолданады. Көбінесе дақылды өсіру үшін пробирка мен петри табақшасы қолданылады. Себінді жасау әмбебап құралы, ол бактериологиялық ілмек, суретте көрсетіліп тұрғандай. Және бұл жерде бізде Дригальскийдің шпателі берілген. Сұйық материалды себу үшін
Пастер тамшуырында қолдануға болады. Бактериялық зерттеу әдісінің мәні. Зерттеудің негізгі кезеңдері: қоректік ортаға биоматериалды себу, микроорганизмдердің таза дақылын бөліп алу, бөлінген микробтың дақылдың идентификациясы және дифференциациясын жүргізу, микроорганизмдердің антибиотиктерге, антисептиктерге және бактериофагтарға сезімталдығын анықтау. Науқастан алынған материал арнайы қоректік ортаға себіледі. Ол қоректік орталар есебінде біз әмбебап қоректік орталарды, элективті қоректік орталарды, дифференциалды диагностикалық қоректік орталарды қолдануымызға болады. Биоматериал бар қоректік орта микроорганизмдердің көбею үшін қолайлы жағдайларды жасауымыз керек. Ол үшін температура, әр бактерияның өзінің өсетін температурасы болады. Ылғалдықты сақтай отырып, термостатта бактерияларды инкубация жасаймыз. Белгілі бір уақыттан кейін қоректік ортадағы микроорганизмдердің өсуін бақылау тексерісін жүргіземіз. Бұл жағдайда микробтық колониялардың көріністерін сипаттап, оларға баға береміз. Олардың мөлшерін, тығыздығын, түсін, пішінін сипаттаймыз. Қажет болған жағдайда материалды микроскопиялық зерттеу арқылы тексереміз. Сұйық қоректік ортада өсу. Стерилденген ілмекпен, болмаса тамшуырды өңдей отырып, материалы бар пробиркаға зерттеу материалын енгіземіз. Ілмек салқындатылады, аз мөлшерде зерттеу материалы алынады, стерилді қоректік ортасы бар пробиркаға енгізіледі. Материал орташа шайқалады, немесе ілмекті қоректік ортаға аздап батырамыз. Пробиркаға қабырғасында ұстағышпен ортаға тигізбестен сүртеміз. Пробирканы тығыздағышпен аузын жауып, термостатта қажетті температурада, қажетті уақытта инкубация жасаймыз. Тығыз қоректік ортада себу. Дақылдар әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады. Бұл әдістер микроорганизмдердің қоректік ортаның бетінде немесе тереңдігінде иммобилизациялауына негізделген. Қиғашы бар пробиркаға себу. Ілмекпен алынған зерттеу материалы қиғаш агары бар пробирканың түбіне дейін енгізіледі. Қиғаш агардың бетінен түбінен жоғары қарай зигзаг әдісімен бетіне аздап тигізе отырып себінді жасаймыз. Петри табақшасын сол қолға алып, бас бармақпен бетіндегі қалпағын жартылай ашып, ілмектің ұшын от жалында өңдей отырып, ілмекті суытып, зерттеу материалын алып, Петри табақшасының бетінде құйылған қоректік ортаның бетіне аздап жаймен тигізе отырып, себінді жасаймыз. Сұйық қоректік ортада бактериялардың өсу сипаттамасының ерекшелігі. Сұйық қоректік орталарда бактериялар әртүрлі сипатта өседі. Ол бактерияның физиологиясына байланысты, аэробты немесе анаэробты бактерияның түріне байланысты. Мына суретте қарап отырсақ, 5 пробиркада сұйықтық ортада микроорганизмдер әртүрлі өсінді жасалынған. Бірінші пробиркада қарайтын болсақ, бактериялар қоректік ортаның жоғарғы жағында үлбір түзген. Бұл әдетте аэробты бактериялар бактерияның жоғары жағында үлбір береді. Олар оттегіне қарай, жоғары қарай көтеріліп, оттегін қажет еткендіктен сұйық қоректік ортаның үстінде үлбір береді. Анаэробты бактериялар. Екінші пробиркада анаэробты бактериялар деп есептейміз. Себебі ол оттегінен қашып, пробирканың түбінде тұнба түзе арқылы колониялар берген. Үшінші пробирка қабырғаның ішінде жаппай өсумен және мамық тәрізді тұнбалармен сипатталады. Бесінші пробиркада келетін болсақ, ол біркелкі лайлану микроаэрофилдардың беретін колония. Сұйық ортада колония түзілмейді, кешіріңіздер. Бұл сұйық қоректік ортада микроаэрофилдардың өсу суреті.
Тығыз қоректік ортада бактериялардың өсу сипатының ерекшелігі. Тығыз қоректік ортада бактериялық жасушалар бір немесе бірнеше бактериялардың жасушаларының көбею нәтижесінде өсетін бір типтегі бактериялардың колониясымен сипатталады. Бұл колонияның жаңа айтып кеткендей, колония дегеніміз ол бір түрлі бактериялардың жасушаларының жиынтығы. Бұл бактерияның тығыз қоректік ортада өскені бактерияның дақылдық қасиетін анықтауымызға мүмкіндік береді. Біз тығыз қоректік ортада бактерияны колонияны сипаттай аламыз. Оның мөлшері бойынша нүктеден бастап нүкте тәрізді, орташа, үлкен колониялар болуы мүмкін. Олардың түсі, олардың тығыздығы, R және S пішінді колониялар болады. S пішінді колониялар әдетте шеті, беті, жан-жағы тегіс, жылтыр колониялар болады. Ал R пішінді колонияларға келетін болсақ, олардың шеттері бұдыр-бұдыр, беті, түсі күңгірт. Мысалы, Сібір жарасында медузаның басы тәрізді колониялар беруі мүмкін. Күл қоздырғышында маргаритка гүлі тәрізді колониялар беруі мүмкін. Бұл әр бактерияның өзіне тән, өзіне сипатты колониялар болады. Оның пішіні, көлемі, түсі, тығыздығы осы қоректік орталарда сипатталады. Мына суретте әртүрлі колониялар берілген. Мына беті тегіс колониялар берілген. Маржан алқасы тәрізді, жиналып қарал тәрізді, жиналып өскен колониялар берілген. Мына суретте шеттері берілген, тегіс, ирек, маргаритка гүлі сияқты, тоқыма орамал тәрізді колониялар, қуырылған жұмыртқа тәрізді колониялар. Ол әр бактерияның дақылдық қасиеті. Мына суретте таза дақыл бөліп алудың сұйық қоректік ортадағы бактериялардың өсу сипаты және тығыз қоректік ортадағы қиғаш агардағы өскен колониялардың сипаттамасы берілген. Бактериялардың пигмент түзуі. Кейбір бактериялар қоректік ортаға сепкен уақытта өздерінен түрлі пигмент бөлу арқылы өседі. Мысалы, каротинидтерге келетін болсақ, олар қызыл, сары, ақшыл қысыл, майда еритін пигменттер беріп өседі. Оларға микобактериялар жатқызуымызға болады. Фанизинттер, мысалы, бұл псевдомонада аэрогеноза, көкірің таяқшасының колониясы, ол өзінен жасыл түсті колониялар береді. Меланиндер, қара түсті колониялар, мысалы, сальмонелланы алатын болсақ, висмут сульфид агарында қара түсті жылтыр колониялар береді. Бұл пигменттер бактерияларды ультракүлгін сәулелерден сақтап, олардың өсуіне мүмкіндік береді. Мына суретте бізде таза дақыл бөліп алу, қоректік орталарға себу ережесі берілген. Аэробты бактериялардың таза дақылын бөліп алудың бірінші күні. Бізде бірінші күні бак лабораторияға әдетте келгенде науқастан алынған зерттеу материалы келінеді. Бұл зерттеу материалы бізге қоспа түрінде келеді. Біздің таза дақыл бөліп алуымыздың мақсаты сол зерттеу материалының ішіндегі қай қоздырғыш науқаста ауру тудырып отыр. Бұл мақсатта біз сол қоспа ішінен таза дақыл бөліп алуымыз керек. Ол бөліп алу үшін біз бірінші бактерияның морфологиялық қасиетін, тинктариалдық қасиетін, дақылдық қасиетін, ферментативтік қасиеттерін зерттейміз. Бізге бірінші күні зерттеу материал келген уақытта бірінші грамм әдісімен бояймыз. Грамм әдісімен бояп, зерттеу материалын микроскопта қараймыз. Микроскопта бұл грамм әдісімен бояп қараған уақытта біз осы науқастың зерттеу материалында болжам қандай қоздырғыш болуы мүмкін екенін анықтаймыз. Соған қарай отырып, біз қоректік орта таңдаймыз. Осы болжам қоздырғышқа сәйкес келетін қоректік орта таңдаймыз. Не болмаса әмбебап қоректік орта ет пептонды агарға бірінші күні себінді жасаймыз. Себінді жасап, оны петри табақшасының қақпағын төмен қаратып, 37 градусқа бір тәулікке термостатқа инкубация жасаймыз. Бұл кезде біздің мақсатымыз зерттеудің екінші күні оқшауланған колония алу. Екінші күні зерттегенде бір
бізге күмән оқшауланған колонияны белгілеп аламыз. Сол колонияны ортасынан бөлеміз. Жарты бөлігінен жағынды жасаймыз. Жағынды жасап грамм әдісімен бояймыз. Оны микроскопта қараймыз. Бактерияның морфологиялық және теңториалдық қасиетін анықтаймыз. Жартысын зерттелмеген екінші жарты бөлігін таза дақыл бөліп алу үшін қиғаш агарға себеміз. Қиғаш агарға штрих әдісімен себеміз. 37 градусқа 18-24 сағатқа термостатқа қоямыз. Инкубациялаймыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта таза дақыл бөліп алудың 3-ші және 4-ші тәулігін зерттейміз. Себебі таза дақыл бөліп алу үшін бізге кем дегенде 4 күн қажет. Рахмет, сау болыңыздар.